Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осындай өте керемет, дәмді болып шығатын котлеттің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Алдымен бізге керекті заттар: тартылған ет, мұнда менде нан, суға езілген, ұсақтап туралған шуа, бір жұмыртқа, татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызанақ және сыр керек болады. Алдымен ұсақтап туралған пиязымызды фаршымызға саламыз. Оның үстіне нанымызды осылай судан сығып алып, суымыздан алып, нанды саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды және тұз бен қара бұрышымызды салып, осы фаршты әбден араластырамыз. Қолымызбен мышқылап әбден араластырамыз. 5-10 минуттай араластырамыз. Міне қыздар, видеода көргендеріңіздей осылай шетінен бір бөліктен алып, бүйтіп ұрғыштап, әбден ұрғыштаймыз. Біздің етіміз бір-біріне бірігуі керек бұл жерде. Осымен біздің етіміз дайын. Енді кезекте табамызға осылай фольганы төсеп алып, етімізден осылай қолымызбен кішкене көз мөлшермен аламыз. Екі алақанымызға бір-біріне шамалы аунатып, ұрғыштап, міне видеода көргендеріңіздей екі қолымызбен осылайынан котлеттеріміздің формасын жасап шығамыз. Ондай қатты үлкен де емес, кіші де емес, орта көлемде болып шығады. Қыздар, видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісемін. Міне видеода қарағандарыңыздай өте оңай. Қолымызға алып, бір-біріне ұрғыштасақ, осылайынан етіміз бір-біріне әбден бірігіп, әдемі болып шығады. Ендігі кезекте қызанағымызды осылай домалақтап турап аламыз. Жіңішкелеп, домалақтап, қызанақтарымызды турап шығамыз. Менде 2 қызанақ кетті. Қыздар, сіздерге барлық қанша мөлшерде керегін видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ендігі кезекте мен сырды теркадан өткіздім. Міне видеода көргендеріңіздей фаршымыздың ортасын осылай домалақтап шығамыз. Домалақ ойық жасап шығамыз. Саусағымызбен домалақ ойық жасап, сол ойықтарға осы сырларымызды салып шығамыз. Қыздар, сіздерде бұндай сыр салу міндетті емес. Мен өзіме сырмен өте қатты ұнайды, бірақ сырмен жасап көрсеңіздер өте дәмді, күшті болып шығады. Енді осылардың бетіне жаңағы домалақтап туралған помидорларымызды жауып шығамыз. Барлығын бетін жауып шықтым. Ендігі кезекте осы котлеттердің бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пеште, 180 градус пеште 45 минутқа пісіріп аламыз. Міне менде пісіп шықты. Мұнда енді бетін ашып, тағы да 5-10 минутқа қойып аламыз пешке. Қыздар, мен котлеттерім дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Үйіңіздегілерге, жұбайыңызға ұнары сөзсіз. Бұның қасына пюремен берсеңіздер болады, қыздар.